Саламатсыздарбы, құрметті достар, мен математика пәнінің мұғалімі Айбота Бақытқарқызы. Сіздермен бүгін көбейту кестесін қалай тез және оңай жаттап алуға болады тақырыбын қарастыратын боламыз. Мысалға, екі жердегі 2, ол бізде 4 шыққан жауабы, яғни мәні 4-ке тең. 4-ке 2-ні қосатын болсаңыздар, екі жердегі 3-ді көбейткендегі шыққан мәнге тең болады. Дәл сол сияқты әрмен қарай жалғастыратын болсақ, мысалға 6-ға 2-ні қосасыздар неше? 8-і, яғни 2-ні 4-ке көбейткендегі шыққан мәніміз 8-ге тең, екі жердегі 4-дің 8. Дәл осылай әрмен қарай жалғастырсақ, мысалға 8-ге 2-ні қосатын болсаңыздар 10, яғни екі жердегі 5-ім 10-ға тең. Дәл әрмен қарай жалғастырсақ, мысалға 10-ға 2-ні қосатын болсаңыздар 12, яғни екі жердегі 6-ым 12-ге тең. Мысалға, мына жерде 3 жердегі 2-ім 6-ға тең, яғни шыққан мәніміз бізде 6 болып тұр. 6-ға 3-ті қосатын болсаңыздар 9, яғни 3 жердегі 3-ім 9-ға тең. Дәл сол сияқты әрмен қарай жалғастыратын болсаңыздар, шыққан мәндеріне 3-ті қосу арқылы сіздер келесі, яғни 3 пен 4-тің көбейтіндісі нешеге теңізге? 12-ге тең. 12-ге 3-ті қосатын болсаңыздар 15-ге тең деген сияқты. Яғни 3 жердегі 5-ің нешеге тең? 15-ге тең. Осы сияқты жалғастырамыз, яғни 3-ті шыққан мәндеріне қосып шығу арқылы сіздер көбейту кестесін оңай әрі тез жаттап ала аласыздар. Дәл осылай, мысалға 6 жердегі 2-ім 12-ге тең. 12-ге 6-ны қосатын болсаңыздар 18-ге тең. Яғни келесі мәніміз 6 жердегі 3-ім 18-ге тең. Мысалға, қалада қарастырайық, 18-ге 6-ны қосатын болсаңыздар 24-ге тең. Яғни 6 жердегі 4-ім 24. Осылай әрмен қарай, яғни 6-ны қосу арқылы 6-ның көбейту кестесін оңай әрі тез жаттап алуларыңызға болады. Мысалға, жетіге де дәл сол сияқты, яғни 2 жердегі 7 жердегі 2-ім 14-ге тең, 14-ге 2-ні қосаңыздар 21 болады. Яғни 7 мен 3-тің көбейтіндісі 7 жердегі 3-ім нешеге? 21-ге тең деген сөз. Әрмен қарай жалғастырамыз, яғни 8-ні көбейту кестесінде де солай болады. Мысалға, 2 жердегі 8-ім бізде 16-ға тең. Оған 8-ді қосатын болсаңыздар 24, яғни 8 жердегі 3-ім 24-ге тең. 24-ге 8-ді қосатын болсаңыздар 32, яғни 8 жердегі 4-ім 32-ге тең. Мысалға, қағада 9 жердегі 2-ім 18-ге тең. 18-ге 9-ды қосатын болсаңыздар 27-ге тең. Яғни 9 жердегі 3-ім 27-ге тең. 27-ге 9-ды қосатын болсаңыздар бізде 36, яғни 9 жердегі 4-ім 36-ға тең.
Осылай оқушыға біз көбейту кестесін оңай әрі тез жаттап ала аламыз. Келесіде сіздермен бірге күрделі және де қызықты тақырыптарды қарастыратын боламыз.